Анемия қан аздық, қанның құрамындағы эритроциттер мен гемоглобиннің түсіп кетуімен сипатталатын патология. Жалпы бұл жерде айтатын болсақ, қан негізінен білесіздер. Жалпы организмдегі заттарды, яғни тасымалдау, тыныс алу бәріне қатысады. Қанның құрамында осы эритроциттер болады. Эритроциттер жалпы өзінің бірнеше қызметтер атқарады, яғни қорғанышты қызмет және тыныс алу, яғни газ алмасуға қатысады жалпы. Соның ішінде тыныс алуға осы эритроциттер өзінің құрамындағы гемоглобин арқылы қатысады. Яғни тыныс алу фигменті эритроциттердің құрамында болады. Ал енді осы гемоглобин тыныс алу фигменті жалпы өзі 4% темірден, 96% яғни нәруыздан тұрады. Жалпы осы гемоглобин қалай жалпы қатысады осы тыныс алу жүйесіне? Ең бірінші ол өкпеге барып, яғни қанның құрамында болады гемоглобин. Өкпеге барып, яғни оттегімен тотығады. Яғни өзіне оттегін сіңіріп алады, оттегімен тотығады. Яғни сосын оксигемоглобин болады. Яғни ол бүкіл оттегін жалпы адамның бүкіл дене мүшесін ұлпаларға жеткізіп, яғни тотықсыздану процесі басталады. Яғни оттегін беріп, көмірқышқыл газын өзіне сәйкесінше алады. Яғни оксигемоглобин болып оттегін тасымалдап, нәтижесінде карбоксигемоглобин болып көмірқышқыл газын алады. Яғни осы адамның дем алып, яғни дем шығаруына, яғни осы ауаның жалпы адамның тіндеріне, ұлпаларға жетуіне жағдай жасайтын, осы қызмет атқаратын осы гемоглобиндер арқылы жүзеге асады. Ал енді осы гемоглобин негізінен осы гемоглобин эритроциттерді айтқан кезде бұлар енді нормасы, жалпы нормасынан түсіп кеткен кезде қандай патология болады? Ең алдымен, яғни өкпеге барғаннан кейін, қанның құрамында гемоглобин төмен болғаннан кейін, яғни газ алмасу процесі, яғни оттегін тасымалдау процесі өте қиындайды. Яғни тіндерге сәйкесінше қан арқылы, яғни ауаның жетуі қиындай бастайды. Осындай патология болады. Және енді осы анемия жалпы ол өзіндік ауруға жатпайды, ол белгілі адам организмінде белгілі болып жатқан патологияның көрінісін көрсетеді. Яғни бұзылыстар болып жатқан. Мысалы, адамның дұрыс тамақтанып жүрген жоқ, витаминдер жетісіп жатқан жоқ, яғни осы арқылы көрініс береді. Содан кейін қан кетулерді, мысалы асқазан жарасымен ауырып жүр, бірнеше уақыт ем алып жүрген жоқ, емдер өткен жоқ, сәйкесінше қан кетіп жатыр адамның организмінде, яғни ішке қарай кетіп жатыр, немесе геморрой, қан кету болып жатыр, яғни осылай бірте-бірте гемоглобин түсе бастайды. Ең алдымен осы сізде осы менде қан аздық бар ма жалпы деген кезде естиміз, ең бірінші вообще қан анализ тапсырамыз. Жалпы қан анализін тексеріп қараған кезде гемоглобиннің нормасы түсіп кетеді. Гемоглобиннің нормасы ер адамдарда 130-160, ал әйел адамдарда 120-140, жүкті әйелдерде сәйкесінше 110. Және оның ауырлық дәрежесі 3-ке бөлінеді осы гемоглобин мен эритроциттердің түсіп кетуімен. Ал эритроциттердің көлемі ер адамдарда жалпы 4-тен 4 көбейтілген 10-12 дәрежесі, ал әйел адамдарда 3-5 көбейтілген 10-12 дәрежесі көрсетіледі. Жалпы қан анализінде нормаларын қарасаңыздар анық жазылған. Ең бірінші енді анемия 3-ке бөлінеді ауырлыққа байланысты. Жеңіл ауырлық түрінде бұл кезде гемоглобинді қараған кезде, жалпы қан анализ тапсырып қараған кезде 120 мен 90-ның арасында болады. Мәселен 95-98 болуы мүмкін. Бұл кезде адамда анық белгілер пайда болмайды, жай ғана әлсіздік болуы мүмкін. Тек қана қан анализін тапсырған кезде көрініс береді. Екінші дәрежесінде, яғни орташа ауырлықта бұл кезде 90 мен 70-тің арасында болады. Бұл кезде сәйкесінше адамда бірнеше клиникалық белгілер шыға бастайды. Яғни кішкене дем алудың қиындауы, көздің қарауытуы және басқа да. Ал ауыр дәрежесінде бұл жерде 70-тен төмен болып кетеді. Бұл кезде адамда айқын көріністер бола бастайды. Жалпы осы гемоглобинді кезінде жалпы қан анализ тапсырып ем алмаудың салдары, себебін тоқтатпаудың салдары ауырлыққа алып келеді. Бұл кезде ауырлық дәрежесінде ауруханада қарайды, сәйкесінше қан құюға шейін баруы мүмкін. Сол үшін алдын ала қан анализдерін жылына 2 рет немесе 1 рет тапсырып тексеріліп тұрғандарыңыз жөн.